Полип эндометрия дегеніміз бұл не? Яғни ет тәрізді өсіндінің шығып кетуі. Бұл не себептен шығады және бұны қалай емдейміз? Ол өз-өзінен кетіп қалуы мүмкін ба, или кетпей ма? Міндетті түрде операция ма? Операция матканы қозғап тастайды деген шын ба? Тағы да басқа сұрақтарыңыздың жауабын осы видеодан аласыздар, иншаллах. Сіздерді міндетті түрде қолдауларыңызды күтемін, яғни лайк және де комментарийді. Сонымен қатар міндетті түрде ана жерге выделение қосып қойыңыздар. Себебі менің әрбір видеомды бірінші болып сіз көруіңіз керек. И бұл видеоны басқалармен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Неге? Себебі сіздің қаншама әпкелеріңіз, досты құрбыларыңыз білмей жүрген болуы мүмкін осы сұрақтың жауабын. Сондықтан сіз Аллахтың разылығы үшін өз еңбегіңізді аямаңыз. Яғни қиындығы жоқ, да? Конечно, маған да пайдалы. Ендеше, біз бүгін өтетін полип, да? Вот өшпейді екен, қағазға сыз жатыр екен. Біз бүгін полип туралы өтеміз. Полипте жалпы бұл не дүние? Бұл біздің мынау жатырымыз болса, жатырдың ішіндегі эндометрия қабат. Сол жерге осылайнан бір ет сияқты нәрсе өседі, мына үстіп. Бұл үлкен болуы да мүмкін, кішкентай болуы да мүмкін, ең минималды 0,1 миллиметрден бастап 5, 10, 20, 25 сантиметрге дейін өсіп кетеді. Енді ол 25 сантиметр мында матканың бірдей, яғни үлкен жүкті әйел сияқты көрінуі мүмкін, да? Ендеше бұл нәрсе бізде кей кездерде болады, өзеға дұрыс түспегеннің әсерінен осылайнан полип сияқты көрініп тұруы мүмкін. Бұл қай уақытта? Мысалы, ете кіріңіз кеткен күн бармайсыз, овуляция кезінде барасыз, немесе ете келер алдында барасыз, өзі жаңа эндометрияның осылай дұрыс өспегеннің әсерінен соны полип қылып көруі мүмкін. Себебі узистер бұлар не? Бұл экраннан не көреді, соны жазып береді. Ол жерде опрос сұрау, жарау, мына онда ештеңе болмайды, да? Ал ондай жағдайда бізде мынандай полип қойып берсе, под вопросом қояды, сұрау белгісімен. И біз етекір келіп кеткен кезде, осы мынау эндометрия қабаты сырылып сыртқа қарай шығады ғой, бөлініп. Сол бөлініп шыққан кезде мынау тұрған полип та сыртқа қарай бөлініп шығып кетуі әбден мүмкін. Ал егер етекіріңіздің кеткен күні барсаңыз, мысалы етекіріңіз санағанда 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші күні, максималды. Сол күннің аралығында баратын болсаңыз, ол кезде уже сіз тап-таза эндометрия көресіз. Мынау да, мыналардың ешқайсысы болмайды. Тек қана эндометрия мен осының сызғымен ғана көресіздер. Яғни таза түрде көрінеді. Бұл мына жерден алатын болсақ, міне. Мынау тұрған сары дүние, бұл полип. Ал кей жағдайда болады, бұл бізде кетпейді. Бұл қай уақытта? Мысалы, мынау жатырыңыз сіздің, жатырдың ішінде эндометрия қабатыңыз сіздің, да? Вот. И осы жерге полип шықты, бұл не істейді? Бұл тамырымен бүйтіп кете береді міне. Байланып кете береді. Яғни бұл мынау тұрған полип тамырланып, мынау тұрған қабаттар, миометрия қабатына дейін, арғы сыртқы қабатын бәрін тамырланып кете береді. Ол тамырланып кеткен сайын мына полипті алу қиындай түседі. Яғни бір емес екі УЗИда сізге подтверждение берген, яғни полип точно бар деген диагноз қоятын болса, сонымен қатар гинекологыңыз полип бар дейтін болса, онда сіз мынаны ертерек алуға тырысу керексіз. Себебі бұның емі тек қана хирургический, яғни хирургиялық жолмен ғана алып тастайсыз. Енді бұны алдырмай қаша берсеңіз, тамыр көбейген сайын әрине өзі маткаңызбен қосып бірге алып тастайды, өкінішке орай. Сондықтан тамыры көбеймей тұрып, оны алдыруыңыз керек болады. Алдырғаннан кейін бұл қайтадан шығады ма? Естественно. Егер сіз дұрыс күтім жасамасаңыз, профилактика сақтамасаңыз, сіз мына жақпен жұмыс жасамасаңыз, бұл жерге, бұл көбінесе қалай? Бұл бізде көбінесе эстрадиол, эстроген гормондарының көбейіп кетуінің әсерінен. Яғни біздің өзімізде мужской гормондар жоқ. Басында оргазм алмағаннан элементарно тоже болуы мүмкін. И стресс, конечно. И сол женский гормон көбейіп кетеді, енді біз азайту керекпіз ғой. Ал егер азайтпасаңыз, қайтадан осылай полип, оның орнына болмаса миома или тағы да басына шығып кетуі мүмкін. Сондықтан алдыма алып бітті ма, ондан кейін оның орнын әдемі сақтап, ары қарай қайтадан шықпау үшін профилактика сақтайсыз. Қандай профилактикалар сақталынады, не істейміз? Яғни, эстрогенді азайтатын дәрілер ішесіздер, дұрыс тамақтанасыздар, углевод пен белокты бірдей, екеуі тарас тәрізді. Егер углевод көбейіп кетсе, не семіресіз, не арықтайсыз. Немесе белок көбейіп кетсе солай. Сондықтан екеуі бірдей, осыдан тепе-теңдікте жүру керек. Углевод та, белок та. Сол кезде осындай арық нәрсе сізге шықпайды. Егер сіз дұрыс тамақтансаңыз, түсінікті ме? Ал үшіншіден дәрі-дәрмектеріңіз міндетті түрде медикаментозды ем аласыз. Өкінішке орай медикаментозды ем біздің бұл денсаулығың байлығың атты курста беріледі. Сол жерге Instagram парақшаға менің жекеме жазу арқылы, немесе осында номеріңізді қалдыру арқылы тіркеле алсаңыздар болады.